150 жылдығына арналған күй фестивалі өтті. Сахнаға жас домбырашылармен қатар кәнігі дәулескерлер шығып, Құрманғазы Аққыз Тәттімбеттің ескірмес туындаларын орындады. Сиқырлы сазға елткен көрермен қауым күйлердің шығу тарихы мен әйгілі күйшілердің мұрасын зерттейтін арнайы орталық ашу бастамасын көтерді. Бұл идея қолдау тауып, күй фестивалінде тұрақты түрде өткізіп тұру ұйғарылды. Бұл фестиваль мақсаты жыл сайын жалпы күй мерекесін өткізу. Қазақ жастары үшін жалпы бұл алдағы жылы біз енді республикалық деңгейге шығып, басқа облыстардан мысалға күй мектептерінің өкілдерін шақырып, осындай осы фестивальге қатыстырсақ деген мақсат бар. Я занят. Арқа төрінде күй